Үшінші күні бар екен, мубах дейді. Мубах деген, ол мубах амал деген рұқсат деген сөз. Рұқсат. Яғни мустахаб деген сауабы бар, жақсы амал болса, мубах деген рұқсат амал. Рұқсат амал яғни харам емес. Қалай? Одан да әсем болу. Күнделікті киінбей жүр. Тойға баратын көйлек киіну деген нәрсе бар ғой, бұл мубах амал екен. Жақсы, мубах дегеніміз дейді, уахуа саубул жамил литтазайюн. Бұл әдемі киініп жүру, әсемдену үшін фил аят айттарда дейді. Айт мейрамдарда, жұмаларда, ва мажамиъин нас, қоғамдық орындарда, бір керемет отырыстарда әдемі киініп бар, бұл не болады екен? Мубах амал екен. Рұқсат болған амал екен. Әдемі бір көйлек, костюм, шалбар алып қойып мысалға, сол жақсы киіну бұл мубах амалдан болып табылады екен. Ла фи жамил ауқат, бірақ әр қашан емес дейді. Әр қашан әдемі қымбат киім киінуге жақсы емес. Неге? Лианнаху салафун ва хуяла дейді. Өйткені ол нәрсе дейді, бұл тәкаппарлық, шектен шығу дейді. Яғни әр қашан қымбат киініп жүру, әр қашан бұл не тәкаппарлық және шектен шығу болып табылады дейді. Руббама яғизу ал-мухтажин, бәлки мұқтаж кісілерді ашуландырады ғой дейді. Бәлки мұқтаж кісілер не істеуі мүмкін, ренжіп қалуы мүмкін кейде. Яғни мұқтаж кісілердің одан бөлек пайғамбар хадис бар ғой, ал-айну хаққун дейді. Пайғамбар дейді, расында көз тию ақиқат дейді. Демек кейде бәлки қатты әдемі қымбат киініп жүру, бәлки сізге көз тиюге апаруы да мүмкін. Сондықтан кейде әдемі киінуге болады, бірақ не деп жатыр? Айттарда, мейрамдарда, жұмаларда деген секілді. Бірақ әр қашан әдемі киініп жүру жақсы емес. Неге? Өйткені ол тәкаппарлыққа апаруы мүмкін, шектен шығуға апаруы мүмкін деп жатыр екен. Уаттахаррузу аула, одан сақтану не деп жатыр демек? Абзалырақ деп жатыр, машалла.